Сәлеметсіздер ме студенттер? Назарларыңызға клиникалық эндодонтия пәнінен дәріс ұсынамыз. Дәрістің тақырыбы эндодонтиялық ұсақ аспаптар. Дәріс оқушы терапиялық стоматология кафедрасының ассистенті Бекенова Перизат Ахатқызы. Жоспар бойынша қарастырамыз. Бірінші, түбір өзектерінің сағасын кеңейтуге арналған аспаптар. Екінші, түбір өзектерін өтуге арналған аспаптарды. Үшінші, түбір өзектерін кеңейтуге арналған аспаптар. Төртінші, түбір өзегін жұмсақ тіндерден арылтатын аспаптар. Бесінші, түбір өзектерін пломбалауға арналған аспаптар. Эндодонтиялық ұсақ аспаптар түбір өзектерін механикалық өңдеу, пломбалауға дайындау үшін қолданылады. Бұл аспаптар қолмен және машинаның көмегімен жұмыс істейді. Қазіргі уақытта эндодонтиялық аспаптар көміртекті болаттан, хром, никель және никель титаннан жасалынады. Ең алғаш 1958 жылы халықаралық стандарттау ұйымы жұмыс істеудің ыңғайлылығы үшін ұсақ эндодонттық құралдарды белгілеуді ұсынды. Стандартта аспаптың пішіні, профилі, ұзындығы, қалыңдығы, механикалық беріктігі берілген. Сонымен қатар әрбір аспапқа тән өлшемдер түрлі түспен және типтік символдармен белгіленген. Халықаралық стандарттау ұйымының стандарттарына сәйкес эндодонтиялық құрал тұтқадан және металл өзектен тұруы керек. Тұтқа ұзындығы стандартты 16 мм, ал өзектің ұзындығы әртүрлі болуы мүмкін. Өзектің стандартты ұзындығы 25 мм, бірақ қысқасы 21 мм, немесе ұзын 28-ден 31 мм-ге дейінгі аралықтағы құралдар да бар. Эндодонтиялық ұсақ аспаптарды стандарттау. Аспаптардың барлығы халықаралық стандарттау ұйымының стандартына сәйкес белгіленіп шығарылады. Олар сандық маркировка дейміз, яғни 6-дан 140-қа дейін. Ол тікелей тұтқаға немесе эндодонтиялық құралдың зауыттық қаптамасында жазылады және құралдың диаметріне сәйкес келеді. Келесі геометриялық маркировка шеңбер, үшбұрыш, шаршы, спираль, сегізбұрыш сияқты геометриялық пішіндер береді. Құралдың жұмыс бөлігінің көлденең қимасын көрсетеді. Келесі түрлі түсті маркировка 6 негізгі және 3 аралық түстерден тұрады. Сандық белгісі аспаптың ұшының диаметрін білдіреді. Мысалға, номер 35-ші аспаптың ұшының диаметрі 0,35 мм. Келесі геометриялық белгілер аспаптың қай топқа жататынын көрсетеді. Суретке назар аударсаңыздар, бірінші бағанда аспаптың түрі, екінші бағанда геометриялық маркасы тұр. Бірінші дриллбордар дейміз, карример, үшбұрыш, файл, к-файл, квадрат, h-файл, домалақ, рашпильдер, сегізбұрышты, пульпэкстрактор, жұлдызша, түбір өзегін толтырғыштықтар, айналма тәрізі. Төменде аспаптар берілген, соларға геометриялық маркалары сәйкес келетініне жақсылап назар аударамыз. Келесі суреттен қарайтын болсаңыздар, түстік көрсеткіш берілген, әрбір түске сәйкес бағандарда өлшемдері жазылған. Яғни, түске байланысты бізде санына байланысты айттық, санына байланысты болатын болса, аспаптың ұшындағы диаметрінің көлеміне сәйкес келеді дейміз. Эндодонтиялық ұсақ құралдардың жіктемесі негізгі 6 топқа жіктеледі. Бірінші диагностикалық аспаптар, екінші түбір өзегінің сағасын кеңейтуге арналған аспаптар, үшінші түбір өзектерін өтуге арналған аспаптар, төртінші түбір өзектерін кеңейтуге арналған аспаптар, бесінші түбір өзегін жұмсақ тіндерден арылтатын аспаптар,
алтыншы түбір өзектерін пломбылауға арналған аспаптар. Диагностикалық аспаптарға тоқталатын болсақ, Миллердің түбірлік инесі түбір өзегінің өткізгіштігі мен бағытын анықтау үшін қолданылады. 3 өлшемді көлденең қимада 4 бұрыш қырлы ине. Келесі глубиномер түбір өзегінің ұзындығын анықтау үшін қолданылады. 7 өлшемді беті тегіс көлденең кесіндісі дөңгелек қырлары спираль тәрізді орналасқан. Түбір өзектерінің сағасын кеңейтуге арналған аспаптар. Гиттесглидден ұзын жіңішке өзекте қысқа тамшы тәрізді жұмыс бөлігі бар бор. Қауіпсіздік мақсатында құралдың ұшы жиі мұқалған болады. Гиттесглидден 6 өлшемде шығарылады. Суретте көріп тұрғандарыңыздай 50-ден 150 мм-ге дейін. Келесі ларго көбінесе алдын ала кеңейтілген тамыр өзегіне штифтқа орын беру үшін арналған. Бұл да 6 өлшемде шығарылады. 70-ден 170 мм-ге дейін. Ұзындығы 15-19 мм. Келесі орифес опені түбір өзегінің тік аймақтарын кеңейтуге арналған біркелкі тарылатын 4 бұрышты бор. Бюотел рок дрил римме B1. Машинаға арналған аспап, өткір емес, бор тәрізді. Жұмысшы бөлігі жалын тәрізді, ұзындығы 11 мм, ұшына қарай тартылған 4 кескіш қыры бар. Бюотел рок римме B2. Жұмысшы бөлігі цилиндр тәрізді, 2 кесу қыры бар, өте өткір, агрессивті аспап. Тек түзу, сауыттық және түбір өзегінің ортаңғы бөлігін өңдеуде қолданылады. Түбір өзекті өтуге арналған аспаптар. Түбір өзектерін өтуге арналған аспаптардың жалпы аты римме. Риммерлер металл сынды бұрау технологиясымен жасалады. Көлденең кесіндісі 3 бұрыш және 4 бұрыш болуы мүмкін. Карример өте иілгіш болып келеді және аспапты түбір өзегінен шығарар кезде жұмыс істейтін өткір кесу қырлары бар. Көлденең кесіндісі 4 бұрышты. 20 өлшемде шығарылады, 0,8-ден 140-ға дейін. Жұмыс кезеңдері сағат тілімен жарты айналымнан аспайтын айналу. К-флексориммер. К-риммермен салыстырғанда иілгіштігі жоғары, себебі спираль қадамы кішірейген және көлденең кесіндісі 3 бұрыш. Қисық түбір өзекті өтуде қолданылады. К-риммер фасайт. Қысқа және жіңішке түбір өзекті өтуде қолданылады. Басқа риммерлермен салыстырғанда иілгіштігі төмен және қысқа. Өзектің ұзындығы 18 мм. Түбір өзекті кеңейтуге арналған аспаптардың жалпы аты кофайл. Файлдар металл сымды бұрау технологиясымен жасалынады. Көлденең кесіндісі 3 бұрыш және 4 бұрыш болады. Файлдармен жұмыс істегенде сағат тілі бағытымен бұрап айналдыруға болады. Қайталмалы салып шығару қимылмен де жасауға болады. Кофайл 21 өлшемде шығарылады, 0,6-дан 140-қа дейін. Жұмыс бөлігінің ұзындығы 21, 25, 28, 31 мм. К-флексофайл өте майысқақ аспап, иілген өзектерді кеңейтуге арналған. К-файл нитифлекс, никель титаннан жасалған аспап, мықты иілгіш, қисық өзектерді өтуге арналған. Қауіпсіздік мақсатында аспаптың ұшы үшкір емес. H-файл спираль тәрізді металлды фрезеровка жолымен жасайды. Стерженға 60 градус жасап орналасқан өткір кесу қырлары бар. Түбір өзекте бұрауға болмайды. Тек қана жоғары төмен бағытта жұмыс істеуге болады. Түбір өзектен ыдыранды ұлпаны алуға арналған аспап. Пульпоэкстрактор. Конус тәрізді сапта спираль тәрізді 40 тісше орналасқан. Пульпоэкстрактор тісшелерінің бағыты қиғаш және аздап жылжымалы болып келеді. Өзекке енгізгенде олар конустық сапқа жабысып, оның тереңге енуін жеңілдетеді.
Өзектен шығарғанда тішелер ұлпаны қоса ала шығады. Түбір өзекті пломбылауға арналған аспаптар. Лентула. Жұмысшы бөлігі спираль тәрізді, конус пішінді. Лентуланың негізінде аспапты сынудан сақтайтын өте жиі орналасқан иірімдер. Иірімдер аспаптың иілгіштік, серпімділік қасиетін арттырады. Өзек толтырғыштар 4 өлшемде шығарылады. Бірінші қызыл сақина, екінші номерде көк сақина, үшіншіде жасыл сақиналы, төртінші қара сақиналы. Түстік көрсеткіштерге сай өзінің өлшемдеріне сәйкес келеді. Түбір өзегін пломбылауға арналған гуттаперчаны конденсациялау үшін бірінші плагер, спредер, конденсаторларды қарастырамыз. Плагер гуттаперчаның тік конденсациясы үшін. Спредер гуттаперчаның бүйірлі конденсациясы үшін қолданылады. Түбір арнасындағы пломбылау материалын конденсациялауға арналған конденсаторлар, олар машиналық. Түбірлік каналды кеңейтуге арналған машиналы аспаптар. Никель титан айналмалы құралдарының түрлері. Бірінші буын. Никель титан сымдарын кесу арқылы жасалынады. Құралдар қауіпсіз ұшымен, жалпақ радиалды жиектермен, кесу бетінің дұрыс бұрышымен және жоғарғы конустылықпен сипатталады. Оларға профайл, GT ротари файл кіреді. Екеуінің де U тәрізді кесу қырлары бар. Никель титан құралдарының екінші буыны кесу арқылы жасалынады. Бірақ К типті кескіш пышақтардың ауыспалы конустық және жартылай агрессивті ұшының арқасында агрессивті кесу қабілеттерімен ерекшеленеді. Оларға Flexamaster, ProTaper, Race, M2 кіреді. ProTaperлар көлденең кесіндісінде үшбұрыш тәрізді формада және жұмысшы ұзындығының конустылығы өзгергіш. Бұл файлдар тар өзектерге және қатты иілген түбір өзектерінде қолданылады. M2 көлденең кесіндісі S тәрізді екі кескіш астаушаларымен, лезвиялар арасында кеңістіктің үлкеюімен, бір текте емес орналасқан лезвиялармен, лезвиялардың екі ұшы кескіш апикальды файлдардың көптігі тән. Никель титан құралдарының үшінші буыны үшбұрыш тәрізді қимада қыздырылған күйде, содан кейін салқындату арқылы сымды бұрау әдісімен жасалады. Оларға T файлдар кіреді. Twisted файл көлденең кесіндісі үшбұрышты, қауіпсіз кеспейтін ұшы, астауша тереңдігі мен ені өзгермелі астауша ұзындығының аспаптық конустылығына қатысты өзгеруі тән. Назарларыңызда қолданған әдебиеттер тізімі. Тыңдағандарыңызға рахмет.